45 жастан кейін бұл тағамдарды күнде жеу қауіпті болуы мүмкін. 45 жасқа дейін ағза көптеген қателіктерді кешіре алады, бірақ уақыт өте келе зат алмасу баяулап, бұлшықет массасы азая бастайды. Ал қан қысымы, холестерин мен қандағы қант деңгейі денсаулыққа көбірек әсер етуі мүмкін. Көп адам өзін жақсы сезінгендіктен ештеңені өзгертудің қажеті жоқ деп ойлайды. Алайда кейбір өзгерістер ұзақ уақыт бойы ешқандай белгі бермей дамуы мүмкін. Сондықтан күнделікті тамақтану әдетіне назар аудару маңызды. Бүгін біз 45 жастан кейін жиі тұтынуды шектеген дұрыс болатын 10 тағамды қарастыратын боламыз. Бұл тағамдарды толық алып тастау міндетті емес, мәселе оларды қаншалықты жиі және қанша мөлшерде жейтініңізде. Бірінші тағам түрлері ол тәтті газдалған сусындар. Көпшілік оларды жай ғана сусын деп қабылдайды, бірақ бір бөтелкенің өзінде бірнеше қасық қант болуы мүмкін. Қант ағзаға тез сіңіп, қандағы глюкоза деңгейін күрт көтереді. Мұндай жағдай жиі қайталанса, уақыт өте келе салмақтың артуына және зат алмасудың бұзылуына ықпал етуі мүмкін. Тағы бір мәселе, мұндай сусындар тойымдылық бермейді, яғни адам көп калория қабылдайды, бірақ аз уақыттан кейін қайта ашығады. Оның орнына қарапайым су, минералды су немесе қантсыз шай таңдаған дұрыс. Екінші тағам түрлері шұжық, сосиска және өңделген ет өнімдері. Бұл өнімдер ыңғайлы болғанымен, олардың құрамында тұз, қаныққан май және әртүрлі қоспалар көп болуы мүмкін. Тұздың артық мөлшері ағзада сұйықтықтың жиналуына әсер етіп, қан қысымының жоғарылауына ықпал етеді. Сондықтан мұндай өнімдерді күнделікті ас мәзірінің негізгі бөлігіне айналдырмаған жөн. Егер ет жегіңіз келсе, үйде дайындалған тауық еті, балық немесе майсыз сиыр етін таңдаңыз. Үшінші тағам түрі ақ нан мен тәтті тоқаштар. Ақ ұннан жасалған өнімдер тез қорытылады. Соның нәтижесінде қандағы қант деңгейі жылдам көтеріліп, кейін қайта төмендейді. Осы кезде адам өзін шаршаңқы сезініп, тағы да тәтті немесе нан өнімдерін жегісі келуі мүмкін. Мүмкіндік болса, тұтас дәннен жасалған нанды немесе сұлу, қарақұмық сияқты өнімдерді жиірек таңдаңыз. Төртінші өнім фастфуд, бургер, картоп фри және басқа да фастфуд өнімдері көбіне жоғары калориялы болады. Оларды жиі тұтыну ағзаға артық энергия береді. Ал қозғалыс аз болса, бұл салмақтың артуына әсер етуі мүмкін. Фастфудты мүлде ұмытудың қажеті жоқ, бірақ оны күнделікті тағамға айналдырмаған дұрыс. Бесінші тағам түрі қуырылған тағамдар. Яғни қатты қуырылған тағамдарда майдың мөлшері жоғары болуы мүмкін. Қайта-қайта қыздырылған майды пайдалануда ұсынылмайды, өйткені мұндай майдың сапасы төмендейді. Мүмкіндік болса, тағамды буға пісіру, бұқтыру немесе пеште дайындау пайдалырақ болып келеді. Алтыншы тағам түрлері тәттілер, торт, бәліш, печенье және кәмпиттер көпшілікке ұнайды, бірақ оларды күн сайын көп мөлшерде жеу қандағы қанттың жиі ауытқуына ықпал етуі мүмкін. Егер тәтті жегіңіз келсе, мөлшерін азайтып, жеміс-жидек немесе қансыз йогурт сияқты баламаларды қолданып көріңіз. Жетінші, тұзы көп дайын тағамдар. Жылдам дайындалатын кеспе, консервілер және кейбір мұздатылған өнімдердің құрамында тұз өте көп болуы мүмкін. Көпшілік тұзды тек дәм үшін қосылған деп ойлайды, бірақ оның бір бөлігі өнімді ұзақ сақтау үшін де пайдаланылады. Күні бойы бірнеше осындай өнімді жесеңіз, тұздың мөлшері байқалмай көбейіп кетеді. Сегізінші, майлы қызыл ет. Қызыл ет ақуыздың жақсы көзі, сондықтан оны толық алып тастаудың қажеті жоқ. Бірақ майлы бөліктерін күн сайын көп мөлшерде жеудің орнына майсыз бөліктерін таңдап, көкөніспен бірге тұтынған дұрыс. Теңгерімді ас мәзірі әрқашан бір өнімнен маңыздырақ. Тоғызыншы, алкоголь. Жас ұлғайған сайын алкогольдің ағзаға әсері күшейеді. Ол ұйқының сапасын төмендетіп, бауырға қосымша жүктеме түсіреді. Егер денсаулықты сақтағыңыз келсе, алкогольді мүмкіндігінше сирек қолданғаныңыз жөн. 10-шы, түнде көп тамақ жеу. Көп адам күні бойы дұрыс тамақтанбай, кешке бірден көп мөлшерде жейді. Бұл ас қорыту жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді. Кешкі асты ұйықтардан 2-3 сағат бұрын ішіп, мөлшерін шамамен бақылауға тырысыңыз.
Маңызды кеңес: кейбір адамдар бір ғана сиқырлы өнім барлық мәселені шешеді деп ойлайды. Шын мәнінде денсаулық көптеген әдеттердің жиынтығына байланысты. Көкөністерді көбірек жеу, жеткілікті ақуыз қабылдау, тұрақты қозғалу, сапалы ұйықтау және темекіден бас тарту ұзақ мерзімді денсаулыққа әлдеқайда үлкен әсер етеді. Сондай-ақ жылына кемінде бір рет қан қысымын, қандағы қантты және холестерин деңгейін тексертіп тұрған пайдалы. Кейбір өзгерістер ерте анықталса, олардың алдын алу әлдеқайда жеңіл болады. Қорытындылай келе, 45 жастан кейін басты мақсат сүйікті тағамнан толық бас тарту емес, дұрыс таңдау жасап, мөлшерін бақылау. Егер осы видеода айтылған кеңестер пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Ал енді комментарийға жазыңыз, осы тізімдегі қай тағамды сіз ең жиі тұтынасыз? Біздің арнадан денсаулыққа қатысты барлық ақпаратты таба аласыздар. Арнаға кіріп, қосымша ақпараттарды көре де аласыздар. Дендеріңізге саулық тілейміз. Келесі видеода кездескенше.